Өлен сөз қызыл тілге жерік едің, тура сөз әділ болса биік едің. Жастан жасқа бүгінгі ақындарымыз бір-бірінен асқан жүрек болсын дей келе, бүгінгі жас ақындарымызды марапаттау үшін сөз кезегін әділ қазыларымызға береміз. Ортаға жас ақындарымызды шақырамыз. 9 А сынып оқушылары Азимтай Айселе, Бегін Гаусар және Имамадин Әлихан. 9 Б сынып оқушылары Бақыт Мәдиме Сабақбек Лаура. Келесі кезекте 9 Б сынып оқушылары Нұркен Мұстафа мен Ал құрметті айтысқа қатысушы, осы бүгінгі жиынның ең басты кейіпкерлері көрермендер. Міне біздің бүгін мектебімізде тамаша бір айтыс өтті. Біз әрқайсысына жеке-жеке қазір тоқталмаймыз. Жұп бойынша айтып өтейін, аздап қана. Өйткені сабақтарда уақытта. Енді мектебімізде бұл айтыс былтырдан басталды. Былтыр мен салыстырғанда биыл деген әлдеқайда алдыға жылжығасыңдар. Үстілеріңдегі костюмдерің, сөз таптауларың да бәрі тамаша болып жатыр. Сондықтан да біз мүмкіндігінше әділ бағалауға тырыстық. Бірінші жұп бұл жерде Айзере мен Лаура шықты. Енді екі қыз шықты. Бұл жерде айтатын мына Лаураның мықтылығына. Өйткені Лаура бұл айтысқа басқа баланың орнына бір күндік қана дайындықпен келіп отыр. Сондықтан да Лаураға бұл қол шапалақтап қойыңыздар. Бұлдай қолға домбыра ұстап сахнаға шыға салу, оның өзі ерлік. Соның Айзере екеуінде өте тамаша айтыс болды. Лаура тәуелсіздік елдің қыран шыңы деп сұрып, тәуелсіздікті қыран биікке теңей батса, ал Айзере Алашымның ардақты ұл қыздары дейді. Мен бұл тәуелсіздікті ойлай, өкөй жігер алдым дейді. Екі қыз да міне өздерінің батылдығын және ең бірінші болып бастап, өте тамаша өнер көрсетті. Рахмет қыздар. Екінші жұпта бізде Аяру мен Мәди шықты. Аяру сөз додасын бастайын дейді. Ойым ұшқыр, әр сөзім қазыналы деп. Нақты әдемі сөздер айтты. Жетістікке жету қиын болды Қазақстанға, бірақ біз тайсалмай соған жеттік деп. Енді қорытынды кезеңде кішкене Аяру төмендеп қалды. Оны да білуге болады, өйткені Аяру 8-ші сынып оқушысы екен, 9-дардың ортасында. Ал Мәдидің бір үлкен жетістігі, ол мақамдарын кәдімгі нағыз ақындар сияқты өзгертіп отыр. Алдында Шынболат ақынның өлеңімен бастап, көнелердің көзімін дейді. Әуелі құйындаған Сүйінбайдың ізімен келеді дейді. Нақтып кетсе, әуелі өзін жоғары теңеп, адам алдыға ұмтылған жасой келе болса, әуелі Қонаевтың өзінің деп батыл айтып отыр. Содан кейін Қазақстан егеменді ел болды, тәуелсіздігін айқындады деп тәуелсіздік тақырыбына жақсы тоқталып кетті. Және маған бізге өте ұнағаны Мәди тілек қоштасарда жақсы тыныштық болсын елімен, ұстаздарына, мектебі деп түгел барша халыққа өзінің ықыласын білдіріп кетті.